Менің арнама жазылы видеоларыма лайк басып, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай киевский печеньесімен рецептімен бөліскім келеді. Бала кезде жейтін, балалықтың дәмі аузына келетін печеньелер. Және де бұл белоктар жұмыртқаның ақуыздары қалып қойған жағдайда пайдаланып тастауға келетін, тез дайын болатын осындай керемет күтірлеген печенье болады. Көп уақыт алмайды, дайындалуы оңай. Ең алдымен ыдысымызды өте құрғақ қылып сүртіп аламыз. Ешқандай дымқыл болмау керек. Миксеріміздің де ыдысымызда да тап-таза құрғақ қылып сүртіп алып, осылай ыдысымызға салғаннан кейін сәл ғана тұз салып, кішкене көпіргенше миксерлейміз. Міне әбден көпіріп, осылай бастаған кезде қантымызды салып жібереміз де, әбден қойылғанша жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Жалпы белоктар, мысалға, самса пісіргенде, булочкалар пісіргенде сарыуыздарын пайдаланамыз да, ақуыздар қалып қоя береді. Сол кездерде осындай печенье жасаған жақсы болады. Енді бұл печеньеге мынандай орех, жалпы кешьюдің өзі жақсы болады. Кешью, менде мына жерде кешью мен миндальный лепесткиді араластырдым, барын салдым және ұн мен қантымды салып, тағы да жақсылап тұрып араластырып, қазір мына қойылған белогымның үстіне бөліп сала отырып, біріккенше жақсылап араластырып аламын. Біріккенше бірдей массаға аталғанша араластырамын. Астынан үстіне қарай басып алмаңыздар. Көтеріліп тұрған ақуызды астынан үстіне қарай бір қалыппен жайлап қана араластырып отырасыздар. Киевский торттың да безесін тап осы рецептімен дайындауға болады. Тек қана айырмашылығы 22-24 қылып, оны дөңгелек па, төртбұрышты формамен бір тегіс қылып жайып алып, осылай тап осындай қылып пісіруге болады. Мен бұл печеньелерді осылай көзбен өлшеп, қасықтың басымен осылай салып, домалақтап қойдым. Насаткамен де жасауға болады. Маған өзіме осылай көбірек ұнайды. Міне осылай салып шықтым. Пісуде уақыты да көп алмайды, пісуде оңай. Белоктар қалып қойған кезде жалпысында, егер сарыуызын пайдаланып, ақуыздар қалып қойған жағдайда контейнерге салып, морозилькте қатырып тастасаңыздар да дымда етпейді. Керек уақытында жібітіп алып пайдалана бересіздер. Міне менің печеньелерімді салып алдым. Осыны духовкаде 140 градуста 20 минут, сосын пісіріп алып, сосын 90 градусқа қойып 1 сағаттай кептіреміз. Міне менің печеньелерім пісіп шықты. Өте жақсы, пергаменттен спокойно алынады. Міне ортасын қазір бөліп көрсетейін. Міне воздушный, пористый болып тұр ортасы. Шайға керемет кететін осындай печенье болады. Арнама достарыңызбен бөлісіп, әлеуметтік желілерде бөлісіп қолдау көрсете отырыңыздар.